Біз қалыпты жағдайдағы мөлшерін есептеп алдық, иә. Бізде жүрек соғысы 30 болып, арикалиннен қазір 2 тамшы тамызамыз, жүректің жұмысы қалай өзгеретінін көреміз. Яғни баяулап жүрек соғысы тоқтайын дейді, иә. Бұл жүректің жұмысы бізде қайтадан қалыпқа келтіргенше біз натрий хлордың 6% ерітіндісін дайындаймыз. Гомогенизаторда біз оны ерітінді жасаймыз. Бізде арикалин тамызғаннан соң жүректің жұмысы тоқтады. Енді біз атропинді тамыздық, атропин жүректің жұмысын қайтадан қалпына келтіреді. Ал микроскоптың өзінен қарасақ, мына жерде жүгіріп жүрген кішкене құрт сияқты қарапайымдыларды көруге болады. Бір тамшы салицил қышқылын алып тамызғаннан соң біздегі қарапайымдылардың сол әсерін байқайтын боламыз қазір. Ветеринарияда практика кезінде, наркоз кезінде бізде жүрек жұмысы көп тоқтап жатады. Соның алдын алу ретінде біз атропинді қолдансақ болады. Атропин жүрек жұмысын, тыныс алуын және де қан қысымын қалыпты жағдайда ұстап тұрады. Қызуқашқыш дәрілерге жалпы 3 топқа бөлінеді, олар ревматизмге қарсы. Соның ішінде микробтарға қарсы бізде салицил қышқылы. Салицил қышқылының бақаның ішегін кесіп алу арқылы, ондағы бақаның ішегіндегі жаңа өте белсенді болған, ал қышқылы тамызғаннан кейін олар қызметтерін бірден тоқтатты. Және осыны микроскоп арқылы көрдік.